Құрметті Гизат Дәуренбекович, біз Түркістан облысының тұрғындары заңсыз қудаланған және жазықсыз бас бостандығынан айырылып отқан 68 жастағы қарияны, облыстағы беделді кәсіпкерді Сарманов Халиді мүддесі үшін бас прокуратура ғимаратына келіп тұрмыз. Және де Ғизат Нұрдәулетовтен жеке қабылдауыңызды сұраймыз. Түркістан облыстық прокуратурасының өрескел заң бұзушылықтары болып жатыр. Сол заң бұзушылықтарға назар аударуыңызды сұраймыз. Себебі толықтай дәлелденіп отырған уәждерімізді облыстық прокуратура қарамай отыр. Облыстық прокуратура әкем бизнесін рейдерлік тәркілеуге және де бас бостандығынан айыруға мүдделілігін көрсетіп растап отыр. Осы облыстық прокурорға халық жиналып, 200-дей адам жиналған болатыныз. Толықтай уәждерімізді келтірген болатыныз. Сол уәждерімізді назарына алмай шығарып салды. Және де ешқандай амалын жасап жатқа жоқ. Сондықтан осы Нұр-Сұлтан қаласына бас прокуратураға келіп тұрған халық Сарманов Халидың босатуын талап етіп отыр. Және де осы заң бұзушылықтарды тек сіз, Ғизат Дәуренбекович, шешіп беретініңізге сенеміз. Сарманов Халиға бостандық! Құрметті Ғизат Дәуренбекович, осы жиналған қауым арызын әкеліп отыр. Осы арызымызға қол қойып, қазір сізге табыстаймыз. Осы арызымыздағы көрсетілген уәждерді толықтай қарап, және де әділеттікке жетуге жол беруіңізді сұраймыз. Түркістанға барғанда әділдік болған жоқ. Ешқандай қорытынды болмады. Осыны жүре береміз бе? Мына қанша халық жұмыссыз отырмыз қазір. Егетін жердің бар, тракторлардың бар бос тұр. Соны шығаруды талап етемін. Бәрін реттеп, бәрін істеп болған кезінде бұл жәндегі дайын асқа қасықтарын алып жүгірген адамдарға мен түсінбеймін, если честно. Әділдік сұраймын, әрине. Сонша адам алдыңызға келіп тұрмыз, міне 84 жасымыз бар. Алдыңызға келіп, міне басып сұранып жатырмыз. Әлажы болса, сол өнімді босатуын сұранамыз.